Всем привет! Сіздермен бірге Сара. Мен бүгінгі влогыма қош келдіңіздер. Бүгінгі таңымыз сағат 6:30-да басталды. Бізде күнде 6:30-да басталады. Осындай уақытта 6:30-да ерте тұрып, утренний уходтарымды жасап, таза ауа кіргізейін деп терезені ашып, суымды ішіп, анашымның шашын осылай өріп бердім. Шашы өте әдемі болып шықты. Әшейін простой шөрін қылып өріп бердім. Одан кейін сағат таңғы 8-де кашамыз келді. Завтрак ішіп болғаннан кейін процедураларға анашым екеуміз шықтық. Ең алдымен бірінші процедура ол бізде осындай 2-ші этажда физиотерапия болды. Тоққа түсірді, яғни жарты сағат тоқтың астында жатты. Қалай түсіретінін білмеймін негізі, бірақ осыған күнде келіп жүрміз. Осындай тоқ физиотерапия деп айтылады. Жарты сағат осы жақта жатуы керек. Осылай сырттамен күтіп отырдым. Физиотерапиядан кейін массажға бардық, оны түсірген жоқпын. Одан кейін массаждан кейін осындай жаттығу залына келдік. Осы жерде анашым осындай велик айтады. Палатаға келіп алма жеп алдық. Бұл алма кислый алма екен. Анашым екеуміз осылай бөліп жеп алдық. Далада погода күрт өзгеріп, жаңбыр жауып кетті. Прям құйып тұр жаңбыр. Бірақ погода керемет болып тұр. Маған негізі жаңбыр жауған өте қатты ұнайды. Магазинге барайын деп шештім. Керекті заттарымызды алуға осылай магазинге келдім, корзинкаға. Анашымның жегісі келген нәрсемен ішкісі келген соктардың барлығын алып, больницаға келе жатырмын. Аяғым барлығы су болып кетті. Жаңбыр керемет жауып тұр. Прям лифтке келіп, палатама жақындап қалдым. Бізде 4-ші этаж. Лифтке мінсем, ішінде адам жоқ, жалғыз мен ғанамын. Представляете, егер лифт тоқтап қалса, ойбай, жалғыз өзім лифттің ішінде қалуға қорқамын. Сондықтан да осылай тоқтаған кезде сразу лифттен шығып кеттім. Палатама келдім, алған заттарымды түсіріп жатырмын. Өзіме кола алдым. Сосын кешкісін біз қасымыздағы әпкелермен суши сетке заказ бердік. Ішінде суши, 1 литр кола, пицца, чикен барлығы бар. Өте дәмді екен. Осылай барлығымыз отырып жеп алдық. Негізі больницаның тамағынан бөлек осындай сетке заказ беріп жеген дұрыс деп ойлаймын. Бір жағынан бізде праздник болды. 1 май, 2 жағынан, 3 жағынан әпкелермен жақын таныстық. Даладағы керемет видке қарап болғаннан кейін уходымды жасадым да ұйықтадым. Мен бүгінгі влогым осымен аяқталды. Көргендеріңізге рахмет. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Егер ұнаса, тіркеліп комментария жазуды ұмытпаңыздар. Пока-пока.